Михайлович аузына келгенін оттап жатыр. Жәнібек салмақ жасады. Осы жайлы қысқа нұсқа біз сіздермен тарқатып сөйлесейік. Ассалаумағалейкум, құрметті бокс мотив арнасының тұрақты көрермендері, біз бүгін сіздермен Жәнібек Әлімханұлы жайлы сөйлесеміз. Ең бірінші кезекте біз қатты қуаныштымыз. Не үшін? Себебі таңертең ғана Жәнібек Әлімханұлы салмақ өлшеу рәсімінен өте сәтті өтті. Жалпы көз жанарына, жалпы өзінің тұла бойына, сенімділігіне, барлығына қарайтын болсақ, бұл жерде Жәнібек Әлімханұлының салмақты оңай жасағандығын көріп отырмыз. Яғни дәл бұған дейін Михайловичке дейінгі кездесулерде салмақ жасау рәсімінде қалай сәтті өтіп жүрген болса, бұл жолда дәл солай сәтті өтті. Сол үшін де біз қатты қуаныштымыз Жәнібек үшін, және алдағы жекпе-жегіне үлкен жеңіс тілейміз. Жекпе-жек Құдай қаласа ертең 4 қазан күні сағат 3-те басталады, бірақ біздің Жәнібек Құдай қаласа 4:30-5-терге таман шығады. Сол уақытта Казспорт бірге қосылу болсын, бірге көрейік, жанкүйер болайық, және біте салысымен Құдай қаласа біз бірден осылай съемка жасап, жекпе-жекті талдап, сіздерге тағы да ұсынатын боламыз. Қазақ стайлға жанкүйер болайық. Екінші мәселе, бұл жерде Михайловичтің командасы дәл қазір Жәнібек Әлімханұлына барынша қысымды ұлғайтуда. Мына жерде көрініске қарап отырсаңыздар, негізі екеуі көз түйістірді, және осы көз түйістіру сәтінде өздеріңіз байқағандай Жәнібек көп көз түйістірген жоқ. Ол жерде кішігірім Жәнібектің ішінде реніш бар екендігі, ашу бар екендігі көрініп тұр. Жәнібек одан қорыққандықтан бірінші көрерменге қараған жоқ, ол тек қана Михайловичтің осындай құйтырқы әрекеттерінің көп болып жатқандығына, және ешқандай да боксшыға тән емес, чемпионға тән емес қылықтарды көп жасап кеткендіктен ол ренжулі болып отыр. Не үшін? Себебі кеше ғана ауыздарына келгенді оттап, сүмелек ит деген сынды тіпті одан да ары кетті. Яғни сондай тараптармен ауыр сөздерді Жәнібектің командасына да, Жәнібектің өзіне де, сен кәсіпқой боксты ластап жатсың деген сынды түрлі пікірлердің барлығында айтып жатыр. Яғни аузына келгеннің барлығын айтып жатыр. Осы кезде енді кішкене қынжылатынымыз бар. Бірақ өкінішке орай, біздің қуанышымызға да орай, бұл жерде Қазақ стайлы ешқандай сынып қалған жоқ. Қазақ стайлы ары қарайда командасы да бұл пікірлердің барлығында өз мінездерін көрсетуде, және екінші жағынан чемпион ретінде ешқандай боғауызсыз мәдениетті түрде оларды өз орындарына жаймендеп қойып келе жатыр. Ең бастысы ертең жекпе-жек, және жекпе-жекке дейінгі салмақ өлшеу рәсімі сәтті өтті. Оған дейінгі пресс-конференцияларда дәл осындай қысымдар болатыны барлығымызға анық еді, және осының барлығынан өтіп болып, енді Жәнібектің чемпиондық менталитеті нағыз сынға түсетін уақытқа келіп жеттік. Айтпақшы, алдын түрлі ақпараттар шығып еді, енді мінекей IBF нақты белгіледі. Ертең тағы да салмақ болады, және ертеңгі күннің салмағы 168 фунттан, яғни 76 килограммнан екі боксшыда асып кетуі керек. Яғни бүгін 72-ні көрсетсе, ертең 76-тан асып кетпеу керек. Ең бастысы Жәнібек қайтадан қалыпқа келіп, және сол 76 килограммды тағы да көрсетіп, ары қарай мықты жекпе-жекті бізге көрсетеді деген сеніміміз мол. Жалпы Жәнібектің психологиялық жағы, менталдық жағы өте керемет екендігін біз білеміз. Бұндай сынақтардың ешбіріне ол сынып қалмайтындығы бәрімізге мәлім. Сондықтан да біз Жәнібекке, Қазақ стайлға жанкүйер боламыз, жанкүйер бола береміз. Өздеріңіз білесіздер, Жәнібек Әлімханұлының соққылары керемет, алдыға жүріп тұрып, артқа қарай жігіттерді тартып алып өзіне, және артқы қолымен сұғып алатын кездері болады. Және осы бір керемет комбинацияларды Жәнібек Әлімханұлы ертең тағы да жасайды деп үміттенеміз. Себебі Михайлович қанша қысым жасасын, ертең допинг ішіп шықсын, төрешілердің бәрін сатып алсын, Сиднейде болып жатсын, бүкіл арена кімге қарсы болып жатсын, оның барлығы да ештеңені білдірмейді. Оның барлығында чемпиондық менталитеті кім мықты, бұл уақытқа дейін көп тәжірибе кім жинады, сол міндетті түрде жеңіп шығады. Бұл жерде кішігірім енді басқа қысымдардың барлығын елестеткен кезде Рокки Бальбоаның 4-ші фильмі көз алдымызға елестейді. Яғни СССР-ге келіп, драгонмен шыққан кез бар ғой. Мына жерге суреттерін қоямыз. Егер естеріңізде болса, бұл кино, оны да комментарияға жазыңыздар. Дәл осы секілді Жәнібек Әлімханұлы соңына дейін, яғни 5-6 раундқа дейін Михайловичтің шаруасын күл-талқан етіп бітіреді деп сенімдеміз. Бітіретіндігіне сеніміміз мол. Егер сіз де Қазақ стайлға жанкүйер болсаңыз, онда міндетті түрде комментарий жазыңыздар.